Құрметті ұстаздар, қадірлі әріптестер, бүгінгі семинарымыздың тақырыбы ғылыми мақала жазу, оның құрылымы және әдістемесі деп аталады. Ғылыми мақала тек қана білімді көрсету емес, ол ойды жүйелеу, дәлелді тұжырым жасау және тәжірибені ортаға салу өнері. Әрбір мұғалімнің кәсіби дамуы мен ғылыми ізденісінде мақаланың орны ерекше. Сондықтан біз ғылыми мақаланың құрылымы, мазмұндық талаптары және жазу барысында ескерілетін негізгі қағидалар жайында сөз қозғаймыз. Ғылыми жұмыс түрлері: ғылыми мақала, әдістемелік құрал, авторлық бағдарлама, диссертация, монография. Ғылыми мақала бір тақырыпты жан-жақты ашып көрсететін, нақты мәліметтер мен деректерге сүйене отырып жазылған ақпараттық немесе талдамалы мәтін. Ғылыми мақаланы мұғалім әдістеменің тиімділігін дәлелдеу, білім беру үдерісіндегі жаңашылдықты көрсету, сабақ тәжірибесін ғылыми тілде сипаттау үшін жазуы қажет. Ғылыми мақаланың құрылымы тақырыптан тұрады. Ең бірінші, ол қысқа, нақты ғылыми стильде жазылуы қажет, 10 сөзден аспағаны жөн. Аннотация мақаланың қысқаша мазмұны, ол 5-7 сөйлемнен тұрады. Онда не зерттелді, қалай зерттелді және нәтижесі қандай деген сұрақтарға жауап жазылады. Келесі кілт сөздер. Кілт сөздер 5-7 сөз немесе сөз тіркесінен тұрады. Кіріспеде зерттеу өзектілігі мен мақсат пен міндеттер көрсетіледі. Ал негізгі бөлімде әдебиеттерге шолу, зерттеу әдістері, нәтижелер мен талқылау көрсетіледі. Ал қорытындыда мұғалім өзінің ұсынған теориялық және тәжірибелік бөліміндегі тәжірибесіне байланысты ұсынысын жазады. Пайдаланылған әдебиетте 5-10 дереккөз міндетті түрде көрсетілуі қажет және талапқа сай рәсімделуі міндетті. Ал тілдік құрылымында мына жайттарды есте сақтау қажет. Ол терминдердің жүйелі қолданылуы, мысалы үндемейтін бала, жабық мінезді оқушы дегеннің орнына интроверт оқушы деген секілді терминдерді қолданған жөн. Ал авторлық эмоция, субъективті пікір қолданылмайды. Өте тиімді әдіс, керемет нәтиже деудің орнына әдістің тиімділігі анықталды деп жазу дұрысырақ. Келесі, ырықсыз етіспен үшінші жақ формалары қолданылуы қажет. Мен сабақта қолдандым, біз анықтадық деп жақтық тұрғыда көрсетуден гөрі сабақта қолданылды, нәтижелер анықталды секілді тілдік қолданыстар болуы тиіс. Байланыстырушы сөздерге осыған байланысты, соның нәтижесінде, сондықтан, атап айтқанда деген секілді сөздерді қолданған абзалырақ. Объективті баяндау керек. Менің ойымша, біз байқадық деген сөздердің орнына зерттеу нәтижелері көрсеткендей деген секілді тілдік қолданыстары болғаны дұрыс. Мысалы, сіздерге интроверт оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту жолдары деген мақалаға мысал келтіре отырып, осы мақаланың құрылымын түсіндірейін. Бірінші, аннотация. Аннотацияда бұл мақалада интроверт оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту мәселесі қарастырылады. Зерттеу барысында қазақ тілі сабақтарында қолданылған жұптық жұмыс, жазылым арқылы айтылымға шығу және қауіпсіз сөйлеу ортасын қалыптастыру әдістері талданды. Тәжірибелік зерттеу нәтижесінде интроверт оқушылардың сөйлеу белсенділігі артқаны анықталды деп жазса болады. Ал кілт сөздерде интроверт оқушы, айтылым дағдысы, сөйлеу белсенділігі, коммуникативтік әдіс, қазақ тілі сабағы деген секілді негізгі сөздерді көрсеткен дұрыс. Кіріспе бөлімінде былайша жазу жолын көрсеттім. Қазіргі білім беру үдерісінде оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту маңызды мәселелердің бірі. Себебі әлеуметтік желі арқылы ғана жазбаша көбірек сөйлесетін оқушылардың көпшілік алдында сөйлеуде психологиялық кедергілерге тап болатыны байқалады. Сондықтан мақалада интроверт оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту жолдары қарастырылады. Зерттеу мақсаты: интроверт оқушылардың айтылым дағдыларын дамытуға тиімді әдістерді анықтау. Міндеттері, яғни мақсатына сай міндеттер айқындалады. Интроверт оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін сипаттау, айтылымды дамытуға арналған әдістерді қолдану, әдістердің тиімділігін тәжірибе арқылы дәлелдеу. Теориялық бөлімде белгілі психологтардың, ғалымдардың пікірлерін, еңбектерін ұсынамын. Мысалы, психолог Юнгтың еңбектерінде интроверт тұлғалардың ішкі ойлау үдерісі басым болатыны айтылған. Сондықтан мұндай оқушыларға бірден көпшілік алдында сөйлеу қиындық тудырады. Келесі, тәжірибелік бөлімде
Зерттеу 7-ші сыныпта жүргізілді. Сабақ барысында интроверт оқушыларға алдымен жазбаша жауап дайындау, кейін жұпта айту, соңында шағын топта сөйлеу тапсырмалары ұсынылды. Нәтижесінде оқушылардың сөйлеуге деген сенімі артты деп тәжірибе жүргізген тапсырмалар бойынша қорытындымды ұсынамын. Бұл жерде кестелер арқылы қандай тапсырмалар берілгенін әртүрлі сызбалар арқылы көрсетуге болады. Ал қорытынды бөлімінде осы теориялық және тәжірибелік бөлімі бойынша жинақтаған тәжірибемнен қандай қорытынды айтамын және қандай ұсыныс білдіремін, соны 2-3 сөйлеммен жеткіземін. Мысалы, зерттеу нәтижелері интроверт оқушылардың айтылым дағдыларын дамытуда біртіндеп психологиялық тұрғыда қолайлы әдістерді қолдану тиімді екенін көрсетті. Бұл әдістерді қазақ тілі сабақтарында жүйелі қолдану ұсынылады. Мақаланы қорытқаннан кейін осы мақала жазу барысында қандай әдебиеттер пайдаландым, соларға сілтеме келтіремін. Мысалы, Карл Юнг «Психологиялық типтері» бұл кітаптың атауы. Одан кейін ол қай баспадан шықты? Алматы баспасы. Қай жылы шықты? 2019 жылы. Және ол кітап қанша беттен тұрады? Барлық бет санын жазу қажет. Барлық пайдаланған әдебиеттерді осы ретпен жазу ұсынылады. Құрметті әріптестер, ғылыми мақала жазу ұстаздың кәсіби деңгейін көтеретін, тәжірибесін таратып, білім кеңістігіне үлес қосатын маңызды қадамы. Әрбір ойыңыз дәлелді, әрбір сөзіңіз жүйелі болса, мақалаңыз да құнды болмақ. Бүгінгі семинардан алған біліміңіз сіздің шығармашылық ізденісіңізге серпін беріп, жаңа ғылыми жетістіктерге жетелейді деп сенемін.